Сәлем, құрметті көрермен, сіздермен бірге мен Абзал Дәулеті. Бүгінгі біздің кезекті шоудағы автокөлігіміз Hyundai Accent 2021 жылғы. Бұл автокөлікті неліктен шоу жасап жатырмыз? Өйткені бұл автокөлік 4% жеңілдетілген несиеге ілінеді. Сіздерге осы видеоның соңына қарай толық санап береміз, айына қанша төлеу керек және бастапқы жарна қанша құю керек, және де сіздің бұл автокөлікке 7 жылда беретін суммаңызды есептеп беретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, бізге қолдау көрсетіп, подписаться кнопкасын басып, лайк немесе комментарий жазып кетіңіздер. Ал бірге тамашалайық. Here we go, at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know, maxed out, put the pedal to the... Қазіргі таңда Hyundai маркасы өздеріңіз білетіндей Алматы қаласында жасалып, құрастырылып, шығарылып жатыр. Hyundai Trans Қазақстан рыногын толық қамтамасыз ете алмай тұрып, бірақ қазіргі таңда көрші елдерге экспортқа да бұл автокөліктерді шығарып жатыр. Жалпы біздің шоудағы автокөлігіміз Elegance комплектациясында толық жиынтықты болып келеді, және де Prestige доп пакетімен. Не көріп тұрмыз? Алдыңғы фарасына келетін болсақ, бұл жерде LED фаралы болып келеді. Ал егер де сіздер толық жиынтығын емес, басқа жиынтықтар қарастыратын болсаңыздар, галогенді сары лампочкамен және де толық LED фарасымен көрсетілген. Жалпы туманкасын көріп тұрық, туманкасы линзалы, галогенді түсте, және де өздеріңіз көріп отырғанда 2021 жылғы акценттерде жаңа радиатор торы пайда болды. Дизайны өте ерекше, бүкіл бампердің 80%-ын осы радиатор торы алып жатыр. Жалпы радиатор торына келетін болсақ, егер де сіздер алыс жолда, ұзақ жолдарда жүретін болсаңыздар, бұл жердегі тесіктерін өте үлкенірек болып орналасқан. Сол себепті Hyundai'дан автокөлік алған кезде сіздерге менеджерлар осыған кішкентай тор сетка орнату керекін ұсынады. Не себепті? Өйткені жолда келе жатқан кезде майда тастар шығуы мүмкін, және шыбын-шіркей кіріп, сіздің мына основной радиатор суытқыш радиаторыңызды істен шығаруы мүмкін. Тағы не көріп тұрмыз? Дизайн өте ерекше, жаңа дизайн, жаңа түрде жасалған қазіргі таңда. Және де фарасының алдыңғы фаралардың секциясына келетін болсақ, бұл жерде 3 секциялы ретінде көрсетілген. Бірінші секциясы ол жақын радиустағы жарықшамы, екіншісі алыс радиустағы жарықшамы, және де үшінші секциясын айта кетсек, егер де сіз оңға немесе солға бұрылған жағдайда көмекші ретінде дополнительно жарықшамы жанады. Ал енді достар, бұл автокөліктің ішінде салонында қандай өзгеріс бар, соны бірге тамашалайық. Жалпы акценттің салонына келетін болсақ, бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай Elegance жиынтығы, толық жиынтығы Prestige пакетімен 200 мың теңгелік. Prestige пакеті не береді? Бұл жерде push start орнатылады сіздерде, және де толық мультируль, толық электропакет, бүкіл терезелерін көтеруге болады, және де басқа алдыңғы сегменттегі автокөліктерге қарағанда шынтақ қойған кезде бұның электропакетімен терезелерін көтеріп немесе түсіріп жібермейсіз, өйткені шынтақ қойғыш басқа жерде орналасқан. Толық не көріп тұрмыз? Климат контроль толықтай, аудиосистема орнатылған. Аудиосистема бұл жерде бөлінеді. Егер де сіз Prestige пакетімен алатын болсаңыз, бұл жерде 7 дюймді аудиосистема орнатылған. Аудиосистема Android Auto және де Apple CarPlay жиынтықтарына қосылады. Телефоныңызды осы арқылы қосып қойсаңыз болады. Төменгі жағында USB порт көрсетілген, және де 12 вольттық 2 разъем. Алдыңғы орындықтарында жылытқыштар орнатылған, және де толық жиынтықты болғандықтан алдыңғы терезесінің жылытқышы бар, және де рульдің жылытқышы бар. Push start кнопкасы орнатылған, және де датчик давления шин бар бұл автокөлікте. Мультируль өте ыңғайлы, таза қаланың автокөлігі, бүкілі өз қолыңызда, барлық инновациялық және керекті жағдайдың барлығы жасалған. Шынтақ тіреуші заводтан жүреді, алдыңғы бөлімдерді көрген шығарсыздар. Кобальттерде, Nexia'ларда шынтақ тіреушін дополнительный оборудование ретінде орнатасыз, оғанда дополнительный ақша төлейсіз. Ал мына жерде толық жиынтықты болғандықтан сізде шынтақ тіреуші бірге жүреді. Тағы бір ерекшелігі, шынтақ тіреушін алдыға немесе артқа жылжытып қоюға болады. Жалпы іші өте кен. Мына жерде 2 подстаканник қоюға арналған. Орындықтарына келетін болсақ, бірақ Кобальттың орындықтарына қарағанда акценттің орындықтары кішкене қаттылау болып келеді. Сол себепті көптеген адамдар Кобальтты де алып жатқан шығар. Руліне келетін болсақ, рульдің жылытқышы болғандықтан кожа заменитель германтин болып келеді. Сонымен жабдықталған, сонымен тігілген. Аптитроны бұл жерде ерекше, то есть судың датчигі бар, ең бастысы судың датчигі бар достар, соны айта кетейік.
Жалпы өте барлығы қолжетімді, радио системасы, дауыс шығару, радионы ауыстыру барлығы өте қолжетімді және де барлығы өз орнында десек те болады. Мына жерде сол жағындағы кнопкалар арқылы сіз алдыңғы фараңыздың төменге немесе жоғарыға көтерсеңіз болады. Алдыңғы датчик парктрониктары бар және де артқы парктрониктары бар. Және тағы бір ерекше, артқа салған кезде артқы камерасы штатный болып жүреді, то есть заводтан артқы камерасы орнатылған. Ескерте кетейін, Малибуда 2020 жылы шыққан кезде 12.500.000 мың тұратын Малибудың өзінде артқы камерасы болмаған. Содан кейін 2021 жылғы болып шыққан кезде Малибудың бағасы 12.500.000-ден 14.500.000-ге дейін қымбатта кетті. Сондағысы өзгерісі артыңғы камера салынған. Сол себепті акцент Hyundai кәрістер бүкіл жағдайды жасап, осындай бюджетті автокөліктерді қазіргі таңда шығарып жатыр, және де біз Қазақстанда құрастырып жатырмыз. Акцент автокөлігі бұл нағыз қаланың автокөлігі деп айтсақ та болады. Бұл жерде жиынтығына байланысты 1.4 қозғалтқышымен немесе 1.6 қозғалтқыштармен жабдықталады. 1.4 қозғалтқышына келетін болсақ, Kappa MPI қозғалтқышы 100 аттың күші бар, айналу моменті 132,4 Нм. Және де бұл жерде толық жиынтықты автокөлік болғандықтан 1.6 қозғалтқыш орнатылған. 1.6 Dons MPI қозғалтқышы 123 аттың күші бар, айналу моменті 150 Нм. Және де 0-ден 100-ге дейінгі жету уақыты 11,2 секунд болып саналады. Жалпы автокөліктің бензин тұтынуына, жанармай тұтынуына келетін болсақ, бұл жерде 6 немесе қаланың ішінде жолда 6 литр 100-ге, қаланың ішінде 8-9 литрдай жұмсайды қозғалтқышы. Жалпы бұл қозғалтқышқа келетін болсақ, дәл осы қозғалтқыш бүкіл корейлік сегменттегі Kia немесе Hyundai автокөліктеріне орнатылады. Elantраның 1.6 қозғалтқышы тура осындай қозғалтқыш орнатылған. Kia Rio-ны айтсақ та болады, және Kia Ceed автокөліктерінде тура осындай қозғалтқыш орнатылған. Жалпы қозғалтқыш 2007 жылы Пекинда корейлік кәрістермен жалпы ұсынылған. Мысалы, бұл қозғалтқыштың ресурсына келетін болсақ, заводтың айтуы бойынша бұл 300.000 километрға дейін жүреді, егерде май суын әр 10.000 километр сайын ауыстырып тұрсаңыз. Қазіргі таңдағы дилерлердің ұсынысы бойынша бұл жерге S-Oil майы құйылады. Корейлік S-Oil майлы әр 10.000 сайын ауыстырылып тұрады. Бағасы да қолжетімді. Бұл жерге кететін жалпы литрі 3,5 литр май кетеді. Сол себепті дилерлерде осының майын ауыстыру тұру өте тиімді, чем басқа жерден қарағанда. Алдыңғы шанақтағы акценттерден қарағанда бұл акценттің артында орын кішкене бар. Өйткені кішкене кеңейтілген деп айтсақ та болады. Бірақ өкінішке орай ешқандай подлокотник жоқ. Бас қойғыш бар, достар. Алдыңғы видеода Кобальтта қателесіп кетіп, бас қойғышты подлокотник деп айтып кетіп, көптеген комментариялар естідік. Біз сіздердің түзеулеріңізге мұнда бір рахмет. Сіздердің әрбір комментарияларыңызды оқимыз. Біздің ары қарай өсуімізге сіздердің комментарияларыңыз бірден бір себепші болып келеді. Артында жалпы не көріп тұрмыз? Бұл жерде акценттің алдыңғы орындық пен артыңғы адамның аяғының астында бір 15 сантиметрдей жер бар. Жалпы менің бойыма келетін болсақ 170 сантиметр десек болады. 170 сантиметрлік егер бойыңыз болса, бұл автокөліктің артында отыру сізге ыңғайлы. Ал егер сіздің бойыңыз 180-нен жоғары болса, әрине кішкене қиындықтар тудырады. Ал артыңғы рядта отырған адамдардың ыңғайлығы үшін бұл жерде USB порт жасалынған. Бұлдай USB портты біз Chevrolet Cobalt'та да, Chevrolet Nexia'да да көрген жоқпыз. Жалпы өте ыңғайлы. Артыңғы толық жиынтықты болғандықтан, элегант жиынтығы болғандықтан, бұл жерде артыңғы жылытқыш кнопкасы орнатылған, және де артыңғы терезе төменгі түсіру орнатылған. Жалпы ортасындағы адамға да орын бар, 3 адам акцентке сияды, бірақ тығыз болса да 3 адам акцентке сияды. Егер ұзақ жол жүрсеңіздер, ортаңғы адамға да бас қойғышы орнатылған. Өздеріңіз білетіндер, көптеген автокөліктерде ортаңғы 3-ші адамға өкінішке орай бас қойғыш қоймайды, сол себепті ұзақ жол жүру өте қиындау. Жалпы осы, ешқандай өзгеріс жоқ. Материалдарына келетін болсақ, бұл жерде пластмасса болып келеді. Жалпы автокөлік өзінің сегментіндегі ең қауіпсіз автокөлік болып келеді. Бұның толық жиынтығында 6 қауіпсіздік жастықтары орнатылған, 2 стойкаларында да орнатылған болады. Сол себепті автокөліктің қауіпсіздігінен ешқандай күмән келтірмесеңіз болады. Ескерте кететін жағдай, аркап тәуелсіз
автокөліктер автокраш тестінде 16 балдың 16 балын алған осы тек қана Hyundai Accent автокөлігі болып саналады 2017 жылы. Акценттің жалпы дисктарына келетін болсақ, жылына байланысты қазіргі таңда 2022-де басқа дизайнмен дисктары шығып жатыр. Өздеріңіз көрген шығарсыздар интернеттен, қара түсті, басқа түсті. Мына автокөлік 2021 жылғы болғандықтан толық жиынтықта Elegance жиынтығында Prestige доп пакетімен алынған. Бұл автокөліктің бағасы ол кезде 7 миллион 290 мың теңге болған. 15 размерлі диск орнатылған 195-те 65-те R15. Ал егер сол кездегі Elegance жиынтығы және 700 мыңға доп алған кезде сізде 16 размерлі қоңыр түсті, сұр түсті диск орнатылатын еді. Жалпы достар, біздің осымен автокөлікке толық шолуымыз аяқталды десек те болады. Өздеріңіз білетіндей, бұл автокөлік 4%-ға енеді. Сол себепті егерде қазіргі таңдағы бұл автокөліктің бағасы Elegance'тың 8 миллион 190 мың теңге, егерде 200 мың теңгеге допын алатын болсаңыздар, 8 миллион 390 мың теңгеге сіздерге айналады. Егер расчеты туралы айтатын болсақ, айына 103 мың теңге төлейтін боласыздар. Автокөліктің суммасы 8 миллион 390 мың теңге болады. Неліктен біз тек қана толық жиынтықты автокөліктерді көрсетіп жатырмыз? Өйткені 7 жылға 4%-лық несиемен алғандықтан тек қана толық жиынтығын алған дұрыс болады. 8 миллион 390 мың теңге автокөліктің суммасы, ай сайынғы төлеміңіз 103 мың теңге. Сіздің сол 7 жыл ішінде қайтаратын суммаңыз, переплатаңыз 1 миллион 100 мың теңге болады. Иә достар, қазіргі таңдағы бұл автокөліктің бағасы жыл сайын қымбаттағанына байланысты сіздерге 4%-лық несиеге алған өте тиімді. Өйткені қазіргі таңдағы ақшаның құнсыздауына байланысты автокөліктерді алып қалу керек. Сол себепті біз сіздерге осындай форматтағы видеолар түсіріп жатырмыз. Иә, көптеген адамдар комментарийге жазып жатыр, неліктен бұл автокөлікті мен аламын, егер бұның суммасы өзіне сай емес десе. Егер де сіздің қолыңызда 8 миллион теңге тұрса, сіз әрине бұндай Hyundai Accent'тің жағына қарамайсыз да, сіз наличный 8 миллион теңгеңіз болса, сіз басқа жерден автокөлік тауып аласыз. Ал біз қарапайым халыққа қолжетімді болу үшін жақын арада бөлінетін 100 миллиард теңгенің 4%-лық несиеге бөлінгендіктен көптеген халық алып алсын деген ниетпен сіздерге осындай мағлұматты түрдегі видеоларымызды ұсынып жатырмыз. Достар, рахмет көргендеріңізге, бізге каналымызға тіркеліп подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. Сіздердің әр қолдауларыңыз, әр түзетулеріңіз біздің ары қарай өсуімізге көптеген үлесін қосады. Бізбен бірге болғандарыңызға мың рахмет. Подписаться кнопкасын баспайық, және де 7 жыл бойы осы автокөлікті айына 103 мың теңге төлеп сіз алар едіңіз, комментарийге жазып кетіңіз. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған Абзал Дәулетов және де оператор Өнербек Елжан.